Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомыз биогумус гумат органикалық тыңайтқышы және де оны қалай дайындау керектігі жайлы көрсететін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңында бір лайк баса кетіңіздер. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Қолдау сізден, әрекет бізден. Кеттік. Енді алдыңғы видеоларымда комментарияға біреулер сұрақтар қойып кеткен екен. Осында биогумус гумат сұйықтығын қалай дайындаймыз, сол жайлы көрсетіңіз ба деген сұрақтар болған екен. Соған байланысты да видеоны түсіріп жатырмыз. Және де енді өздеріңіз білесіңіз, күн өте қатты ыстық болып тұр. Енді мынандай ыстықтарда жеміс ағаштарына тез-тез суғарумен бірге тез-тез тамақтандырып тұруымыз қажет. Енді қанша күн қатты ыстық болған сайын жеміс ағаштарда соншалықты көп мөлшерде суды және де тыңайтқыштарды, витаминдерді өте көп мөлшерде талап етеді. Енді мынадай ыстықтарда жеміс ағаштарымызды тез-тезден тамақтандырып, осындай тыңайтқыштар, витаминдер беріп тұрмасақ болмайды. Енді мынау биогумус, енді бұның құрамында жеміс ағаштарына өте пайдалы элементтер бар. Фосфор, калий, кальций, магний, сульфат, тағы басқа да өте жеміс ағаштарына өте қажетті элементтер бар. Енді мынау өзі 1 литр. Енді бұны осылай барлығын дайындайтын болсаңыз, 1 литрді 200 литрлік бір бочкаға құйып дайындасаңыз болады. Енді біз сіздерге мына бір 10 литрлік шелекке дайындап көрсетеміз. Мына 10 литрлік шелектегі су күннің көзінде тұрып жылы болып тұрған су. Енді осыған осы тыңайтқышымызды дайындап сіздерге көрсететін боламыз. Бұл жеміс ағаштарына өте қажетті. Енді осындай күннің ыстықтарында жеміс ағаштарыңызды тез-тез тамақтандырып тұрыңыздар бақшаңыздағы. 10 литр суға 50 грамм биогумус сұйықтығын қосамыз. Мінекей, өздеріңіз енді 50 грамм жобасын білесіңіз. Енді мынау 50 грамм көрсетіліп тұрыпты. Жаңағына айтқанымдай, барлығын 1 литрдің барлығын дайындайтын болсаңыз, 200 литрлік бочкаға 1 литрді бәрін құйып жіберіп, дайындап құйсаңыз болады. Енді мен сіздерге көрсетейін. 10 литрлік мына күннің көзінде тұрған жылы су, соған 50 грамм биогумусты құямыз. 50 граммды құйдық 10 литр суға. Мінекей, жақсылап араластырамыз. Өзі мінекей түсі қоңыр түске енеді. Алдыңғы видеоларымызда да осындай тыңайтқыштар дайындап көрсеткенбіз. Қоңыр түске енді. Бұны енді бір 15-20 жарты сағаттай қойып алсаңыз жақсы болады. Енді біз мінекей алдын ала дайындап қойғанбыз. Бәрін жемістерімізге құямыз. Солардың біреуін сіздерге құйып көрсетіп жіберейін. Сіз дайындап 15-20 минут осылай қойып алсаңыз болады. Мынау алдын ала дайындалған тыңайтқышымыз. Мынау алмұрт ағашы, көріп тұрғаныңыздай жемістері өте керемет. Бұларды енді тез-тез тамақтандырып тұрмасақ болмайды. Мінекей достар, асты міндетті түрде суғарылған болу керек. Қандай тыңайтқыш берсеңіз де, суарылған жерге берсеңіз, нәтижесі өте жақсы болады. Суарылған, осыған мінекей достар, осылай құя бересіңіз. Осылай тыңайтқышты дайындап құясыңыз достар. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар.